Сонымен бүгін орта ғасырлар тарихымен танысамыз. Сабақ бастамасының алдында каналыма жазуларыңызды, қолдау бармақтарыңызды басуды ұмытпаңыздар деп сұраймын. Бүгінгі сабағымыздың жоспары мынандай болмақ. Дәуір сипаттамасына тоқталамыз. Орта ғасырлар деген нені атаймыз, қай кезеңдерді қамтиды. Содан кейін түрік қағанаты, батыс түрік қағанаты, шығыс түрік қағанаттарының саяси тарихымен танысамыз. Дәуір сипаттамасы. Орта ғасырлар адамзат баласының дамуының сатылы жаңа сапалы кезең болып есептеледі. Ол жалпы тарихтың 1200 жыл аралығын қамтиды. Дүниежүзі тарихында орта ғасырлар 5-17 ғасырлардың арасы болатын болса, Қазақстан тарихында 6-18 ғасырдың басындағы кезеңнің арасын қамтитын уақытты орта ғасырлар деп есептейміз. Қазақстан тарихындағы орта ғасырлар кезеңі үлкен екі кезеңге бөлінеді. Бірінші кезеңі түркі кезеңі дейміз. Бұған 6 ғасырдан 13 ғасырдың басына дейінгі уақыт. Екінші кезеңі моңғол кезеңі және қазақ хандығының құрылуы деп аталады. Бұл кезеңдер өз кезінде іштей дәуірлерге бөлінеді. Түркі кезеңі ерте орта ғасырлар, 6 ғасырдан 552 жылдан 9 ғасырға дейінгі аралықты қамтиды. Бұл уақытқа тән белгі қазақ жерінде, қазіргі Қазақстан деп аталатын біздің отанымызда, түркі тілдес қағанаттардың құрылуы, қалыптасуы, жергілікті халықтармен сіңісуі, ассимиляцияның жүруі, шаруашылығының даму және жаңа формалардың шаруашылықтағы, саяси өмірдегі өзгерістердің болу кезеңі дейміз. Түркі кезеңінің екінші бөлігі 10 ғасырдан 13 ғасырдың басына дейінгі уақытта дамыған орта ғасырлар дейміз. Бұл кезеңде Қарахан мемлекетінің, Қарахан империясының құрылуы, Қарақытайлардың келуі, Қыпшақ хандығының құрылуы, Найман, Жалайыр ұлыстарының пайда болуы, Керей мемлекетінің пайда болуы. Екінші кезеңнің моңғол кезеңі. Өздеріңіздер түсініп отырған шығарсыздар, 13 ғасырдың басынан бастап Шыңғысхан құрған моңғол империясының құрылуы, оны жаулап алу жорықтары, ұлыстардың пайда болуы, Алтын Орда, Ақ Орда, Моғолстан және соған қатысты темір ұрпақтарының мемлекеттері және Еділ жайық бойындағы Ноғай ордасының құрылуы, олардың саяси тарихы осы күрделі үдерістердің бірлесіп 15 ғасырда қазақ хандығының ұлттық мемлекеттің құрылуы тарихына тоқталамыз. Енді бірден өз сабағымызға көше берейік. Сонымен түркі қағанаты. Түркілердің саяси тарихына шолу жасайтын болсақ, оның бірінші өмір сүрген уақытын белгілеп алуымыз керек. Түрік қағанаты 552-603 жылдардың арасын қамтиды. Өмір сүрген кезеңі. Түркілердің тарих аренасына шығуы Алтайда, солтүстік Моңғолия, батыс Моңғолиядағы болған оқиғаларға тікелей байланысты. Түркілер туралы алғашқы ақпаратты біз Қытай жазба деректерінен 542 жылы кездесеміз. Бұл жазба деректердің пайда болуы Маньчжуриядан Алтайға дейінгі аралықта алып жатқан жужандардың мемлекеті, олардың 200 жылдан астам сол жердегі халықтарға жасаған озбырлығы, оларды құлдыққа салуы, олардың мемлекеттік
болып алға ұмтылуына мүмкіндік бермеуіне туған наразылықтан Қытайлардың түркілерге елші жіберуімен байланысты айтылады. Елшіліктің негізгі мақсаты күшейіп келе жатқан түркі тайпаларының жужандарға қарсы күрес бастайтын болса, Қытайлар оларды қолдайтынын, жужандарға көмек бермейтін туралы айтылады. Бұл енді дипломатиялық тұрғыдан айтқан кезде соғысқа итермелеу, және бұл соғыс түркілерге керек еді. 552 жылы түркілердің билеушісі Бұмын жужандарға қарсы, кейде бір ұтарда аварлар деп атаймыз, күреске шығып, оларды талқандап жеңеді. Бұл жеңілістен ызаланған жужандардың басшысы Анауи өзін шайқастан кейін өлтіріпті дейді. Бұмын Елхан деген атақ алады. Кесте кездесіп қалатын сұрақ. Сөз сіздерге де таныс болып отыр. Елдің ханы, елдің басшысы деген атақ алады. Бірақ көп ұзамай Бұмын қайтыс болады. Одан кейін оқулықта көп айтыла бермейді. Інісі Қара Еске келеді. Қара Ескеде дүниеден өткеннен кейін 553 жылы таққа Мұқан қаған келеді. Түрік қағанатының ары қарай дамуы, күшеюі, империя деңгейіне дейін айналуы осы Мұқан қағанның кезеңінде жүзеге асады. Мұқан қаған 553-572 жылдардың аралығында билік құрады. Мұқан қаған кезінде Қытай жазбаларының өзінде олардың Хуанхэ өзенінің бойына шыққаны айтылады. Бұл ұлы қорғанның сыртына түркілердің келіп тірелуі. Олар оңтүстік Сібірді өздеріне толық бағындырады. Содан кейін батысқа жорықты жүзеге асырады. Батысқа жорық өте сәтті өтті. Бұл жорықты Мұқан қағанның інісі ештемей басқарды. Жорықтың нәтижесінде түркілер орталық Азияны басып алды. Еділдің бойына шығып, солтүстік Кавказды көктей өтіп, Қара теңізге дейін жетті. Сонымен 6 ғасырдың 70-80 жылдарында түрік қағанатының шекарасы шығыста Манчжуриядан, батыста Босфор бұғазына дейінгі аралықта алып жатты. Осындай үлкен ірі көлемді жерде, ұлы даланың негізгі бөлігінде түркілер өздерінің алғашқы ірі мемлекетін құрды. Бұл кезеңдегі сыртқы саясатында Византия мен Шығыс Рим империясы, Рум деп атаймыз, тығыз байланысты орнатты. Елшіліктері алмасты. 568 жылы түрік елшілігі Маниахтың басқаруымен Византияға келді, және жауап ретінде Византия елшісі келді. Мұқан қаған кезінде Қытайлар ішкі алауыздықтан салдарынан түркілерге салық төлеп отырды. Жібек матадан салық төледі. Демек, ұлы жібек жолының шығыстан батысқа өтетін бөлігін түрік қағанаты бақылап отырды. Олардың экономикалық, саяси күшеюіне сол замандағы әлемдік деңгейге танымал болуына үлкен жол ашты. Ел басқару жүйесі. Ел басқару жүйесі дегенімізде қаған мемлекет басшысы, ең үлкен сот, мемлекет әкесі. Қағандар Ашин руынан шықты, көкбөрілер руынан шығып отырды. Басқа тайпалардан шыққан адамдар, қарабұдындар, олар тере тайпалары деп аталды. Бұндай лауазымға қол жеткізе алмады бастапқы кезеңде. Содан кейін осы қаған руынан шыққан басшылар Ябғу,
шат, елтебер деген лауазымдарды алды. Олар азаматтық істерді басқарды. Мал жайылымдар өткен, бұлар көшпелі мал шаруашылығымен айналысты. Жер дауы, жесір дауы деген сияқты мәселелерді осылар қадағалап отырды. Ал бұйрықтар мен тарқандар сот қызметін әрі әскер қызметінде қадағалап оларды басқарып отырды. Тарқан деген сөз кейде бір генерал деген сөздің өзімен баламасы ретінде қолданамыз. Жергілікті жердегі билікті қағандар сайлаған тұдындар жүзеге асырды. Дәл осы жүйе қазір мен атаған барлық түрік қағанатына сақталды деп атауға болады. Тек Оғыз мемлекетін оқыған кезімізде атаулары және мемлекеттік құрылымында сәл өзгерістер бар екенін атап өтеміз. Бағана мен жоғарыда айтып кеттім, Ашиндер, көкбөрлер тайпасы бұлар туралы аңызды өздеріңде білетін шығарсыңдар, білмесеңдер тауып оқыңдар. Бөрлер туралы аңызда түрік тайпасының қалай пайда болғанын, қалай олар өздерін бөрлерден тарқатынбыз деп есептейтін, демек тотемдер солар болды. Осылардың шыққан адамдар ел басқару ісін өз қолын ұстады. Бектер, олар дала ақсүйектері, түрік ақсүйектерінің тобын құрады. Бай, әскерис, жерлерге ие. Теле тайпалары, жалпы түркі тілдес тайпалардың бәрін тете тайпалары дедік. Кейде оларды бұдын, қара бұдын, қарапайым халықтары деп атады. Кейін қазақ жеріне басып кіргеннен кейін қазір батысқа жорықтың нәтижесіндегі бұл жердегі халықта сол телелермен сіңісіп, араласып, қара бұдын деген атақпен танымал. Қара деген сөз түрік тілінде, қазіргі қазақ тілінде де көп. Бұдын бүтін халық деген сөзді білдіреді. Сонымен қатар таттар деген сөз де естеді. Таттар дегеніміз отырықшы, түркілерге бағынышты халықтар. Олар салық төледі. Мысалы, осы жердегі түркілер басып алғанша өмір сүрген халықтар. Орта Азиядағы соғдылар, бұлардың бәрі таттар деген атпен белгілі. 603 жылға қарай, 6 ғасырдың аяғы, 7 ғасырдың басында түрік қағанаты екіге бөлінді. Бұның екі себебі бар. Басты себептері: бірінші, ішкі талас тартыс. Билік үшін жер көлемі үлкен болды. Сондықтан ол жерде бәріне бірдей, онау Алтайда отырған қағанның жарлығы Қара теңіздің бойына тіпті біздің мынау Жетісуға дейін еркін орындалып отыр деудің өзі өте қиын. Қазіргі заманның өзінде оны жүзеге асыру біздің дамыған заманымызда оңай шаруа емес, ал ол кезде қалай болған өздерің білесіңдер. Көршілес елдермен үздіксіз соғыс жүргізу. Орта Азиядағы басып алу жолында күресте олар ефталиттермен соғысты, ирандықтармен одақ құрды. Мысалға, шығыстағы көршілер Қытай әрине тыныш жатпады. Олар экспансиясының ішкі алауыздықты пайдаланып, түркілердің жерін басып алу, өз ықпалын өткізу жұмысын тоқтатпады. Осының салдарынан түрік қағанаты екіге бөлінді. Енді қысқа ғана біздің жерімізде құрылған батыс түрік қағанатының тарихына тоқталып кетейік. Өйткені негізгі құрылымы және саяси тарихтары түрік қағанатына ұқсас болды. Батыс түрік қағанатының өмір сүрген жылдары 603-400 жылдардың арасын қамтиды. Жер көлемінің негізі Жетісу болды деп есептейміз. Анау Қаратаудан бастап Алакөлге дейінгі аймақта негізгі жері орнасты дейді. Бұл жерде бұрындары отырықшы халықтар, жартылай отырықшы халықтар өмір сүргендіктен, өздеріңіз білесіздер, үйсіндер, қаңлылар өмір сүргендіктен бұл жерде қала мәдениеттері дамыған, олардың астанасы
Сұяп қаласы болды. Сұяп қаласы бойынша айтып беретін болсақ, бұлар батыс түрік қағанатына да, түргеш қағанатына да, Қарлұқ қағанатына да астана болып есептелді. Батыс түрік қағанатының жаздық ордасы Мыңбұлақ деген жерден орналасты. Батыс түрік қағанатының негізін салған Иштимир қағанның баласы Тардуш Дато қаған деп есептелінеді. Саяси құрылысы оны Будым деп аталады. Өйткені осы Лев Николаевич Гумилевтің, өйткені біз ол кісіге көп сілтеме жасайтынымыз, көне түркілер, жалпы түркілер тарихына үлкен, орта ғасырдағы түркілер тарихына үлкен шолу жасап, үлкен зерттеу жүргізген ғұлама ғалым. Сондықтан да ол кісі айтады, Иштими кезінде 10 тайпа қағаны деген атақ алған дейді. Шамасы ағасы Мұқан қағанның тірі кезінде-ақ олар өздерінің бір дербестігін білдіре бастаған болса керек екен. Бағана айтқандай, Дато Тардуштың кезінде бұлар дербес мемлекет болды. Шигу және Тон қағандар билік құрған кезінде қағанат барынша күшейді. Ұлы жібек жолын қадағалауын күшейтті. Орта Азиядағы халықтарға салықтар төледі. Батыстағы танымал болды. Тіпті Византиямен бірігіп, әртүрлі одақтар жасауға дейін барысты. Алайда қағанаттың ішіндегі алауыздық, билікке талас күшейіп, орташа 7-ші ғасырдың ортасына қарай әлсіреу бақылапты. Оны бүтін жүйесін, барлық түркі тайпалары бір, және олар бір ғана билікте бағынады деген жүйені ешбір елтеріс қаған кезінде қалпына келтірді. Бір 10 шақты жылдар қалпына келтірілгенмен, ішкі алауыздық, бағанағы түрік қағанатындағы жағдай қайталанады. Қытайлардың шығыстан экспансиясы түрік қағанатының ыдырауына алып келді. Тан империясы 8-ші ғасырға қарай, 7-ші ғасырдың соңы, 8-ші ғасырдың басына қарай Жетісу жеріне басып кірді. Батыс түрік қағанаты қарсыласуға мүмкіндігі болмады, ыдырады, құлады. Бұл оқиға қалай өрбігенін келесі сабағымызда тоқталып өтеміз. Қазір біз осымен қатар тарихи параллельде болып жатқан оқиға тоқталып, бүгінгі сабағымызды қорытындылауға тырысайық. Шығыс түрік қағанаты. Бағана біз айтқан болатынбыз, шығыс түрік қағанаты ыдырап, Қытай соққысынан құлаған түрік қағанатының орнына құрылды. Шығыс түрік қағанаты қалпына келтірілуі Ашин тайпасынан шыққан билеушілердің саясаты, бірлігі, әскери стратегиялардың мықтылығының арқасында жүзеге асты. Шығыс түрік қағанаты Алтай және осынғы Монғолия жерінде орналасты. Қытайлармен үздіксіз жүргізген соғыстардың арқасында 682 жылы Қапаған қаған Қытайлар талқандап, түркі мемлекеттігін қалпына келтірді. 716 жылы Білге қаған шығыс қағанатының билеушісі болып келді. Білге, Тоныкөк, Күлтегін туралы жазбаларды оқулықтан да білесіңдер, және бүкіл дүниежүзі біледі. Тасқа жазылған дастандар осы Білге қағанның, Күлтегіннің, Тоныкөктің жасаған ерліктері, елді біріктіруі, билікті қалпына келтіру туралы айтылады. Бағанағы тасқа жазылған Тоныкөк, Күлтегін жазбаларында біз ел сөзін,
біздің тарихымызда орын алған көптеген тайпалардың атауларын, олардың біріккенін, бір ел болғанын, сенім нанымдары көк тәңірі екенін білдік. Бұны түрік мәдениетіне тоқталған кезде жан-жақты тоқталып кетуге тырысамыз. Түркі жазуының, шығыс түркі жазуын бағанағы жалпы түркі жазуын ғылымда руна жазуы деп атайды, құпия жазуы. Таңбалар негізінде жасалған, 26 таңба басылған, оны оқылды. 1893 жылы дат ғалымы Томсон оқып, алғаш түркі тәңірі сөзін оқып, әлемге паш етіп, жариялап, содан кейін түркология, түрік тілін тексеру, түрік тарихын зерттеудің жаңа беті ашылды. Олжас Сүлейменов ағамыз айтпақшы, түрік тарихының қызыл күні. Бұны Мұрат Аджи да өте жоғары бағалап, түріктанушы, тарихшы кеткен болатын. 744 жылы түрік қағанаты құлайды. Бұған құлауына ұйғыр, қарлық тайпаларының біріккен әскерінің соққысы, сөйтіп ұйғыр қағанатының құрылуы тарихқа жол ашты. Міне 744 жылы шығыс түрік қағанаты құлады. Кейде және біз оны соңғы көкбөрілердің билеушілері, ашиндерден шыққандардың соңғы билігі осы шығыс түрік қағанатының құлауымен аяқталды деп есептейміз. Міне түйіндейтін болатын болсақ, біз бастапқы сабағымызда орта ғасырлардың бірінші кезеңі түркілер тарихына, оның ішіне жаңа атап кеткен 3 түрік қағанатына, түрік қағанаты, батыс түрік қағанаты, шығыс түрік қағанатының саяси тарихына қысқа шолу жасадық. Енді одан үлкен жүргізуге ютубтың де мүмкіндігі, менің де мүмкіндігім шектеулі. Осы қысқа ақпараттың өзін дұрыс қабылдаңыздар. ұбт сұрақтары немесе күнделікті сабақ сұрақтарын талдау кезінде осы ақпараттарды әртүрлі тиімді стратегияларға салып талдап отырсаңыздар, мен анық білем, әрбір сұраққа жауап бере аласыздар. Ол үшін тек қана бағанағы айтылған ақпараттарды қайттан тыңдау, картаны мынау алдарыңызда слайдтарда көрсетіліп отырған тани білу, көре білу, олардағы мына тарихи кеңістік пен тарихи уақыттағы оқиғалар сәйкестендіре білу, тарихи тұлғаларды, географиялық орналасқан жерлерді анықтай білу сіздерге өте қажетті, өте пайдалы функционалдық сауаттылық. Оны жүзеге асырған адам ешбір тарихтың мейлі ежелгі тарихы болсын, түркі жаңа алдымызда өтетін жаңа тақырыптарда болсын, жаңылмайсыздар, сіздер оның оқиға тізбегін бір-бірінен жалғастырып отырасыздар. Бұған айтып отырған түркі кезеңіндегі тарихтар бір-бірімен қатар келіп, тек қана географиялық орындары бөлек, тарихи уақыттары сәйкес болып жататын оқиғалары мен мемлекеттердің құрылымы өте жиі кездеседі. Орта ғасырлардың, кейінгі орта ғасырларға дейінгі оқиғалар, ұлттық қазақ хандығын құрғанға дейінгі. Сол кезде жаңылыспау үшін осы дағдыларды қалыптастырыңыздар. Келесі сабағымызда түргеш және қарлық қағанаттарының саяси тарихымен танысамыз. Атлах шалқысының болу себептері, оның тарихи маңызын талқылаймыз. Келесі сабақта кездескенімізше сау болыңыздар. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар.